Python программирование негіздерінің екінші сабағына қош келдіңіздер. Сабақты бастау үшін бірінші видеоның сипаттамасына келсек, жұмыс жасайтын веб-сайтқа сілтеме деп мен қалдырып кеттім. Осы сілтемені басамыз, және бұл сілтемені әрбір видеоның астына қалдырып отырамын. Осы сілтемеге келсек, бұл playground дейді, яғни балалардың ойнайтын жері. Бұл үш бөліктен тұрады, алдыңғы сабақтарда түсіндіріп өткендей. Бірақ бізге ең қызықтысы мына үшінші бөлігі, көк түске боялған. Бұны ары бері оңға солға жылжытып үлкейтіп кішірейтсе болады екен. Бізге көзімізге ыңғайлы болу үшін мен бұны оңға барынша жылжытайын. Енді бүгінгі біздің өтетініміз ең оңай, кәдімгі күнделікті калькулятормен ойнағандай. Жалпы Python өзі сондай оңай жасатылған тіл, сондықтан да бұл деген дүние жүзіне әйгілі, әркім үйрене алады. 6 жастағы баладан 70 жастағы ата-әжелерімізге дейін. Бүгінгі біздің үйренетініміз math operators деп аталады, математикалық операциялар. Ал енді бастайық, қиындатпай. 2-ге 3-ті қосамыз, 5, интерді басамыз, 4-тен 2-ні аламыз, 2, қосу, алу, тағы не бар бізде, 5, көбейту, 2, 10, бөлу, 8, бөлу, 4, 2. Ал енді тағы біздің өмірден алатын мысал. Мысалы бізде 2-ні 8-ге қоссақ, 2 қосу 8, және оны 10-ға көбейтсек, біздің ойымызша, мысалы 2 қосу 8, 10, 10-ды 10-ға көбейтсек 100 дейміз. Интерді бассақ 82. Не үшін? Себебі кез келген калькулятор сияқты бұл математиканың негіздерін ұстанады, яғни қосу мен бөлу әрқашанда, көбейту мен бөлу әрқашанда қосу мен азайтудан жоғары тұрады. Яғни осы операциялар бір-бірімен кездессе, ең бірінші көбейту мен бөлу бірінші орындалады. Ал егер бізде келешекте біз қиын программалар жазып атып, мысалы роботтар жасап атып, бізге программада шынымен 2-ге 8-ді қосып, одан кейін оны 10-ға көбейту керек болатын болса, біз не істейміз? Оны оп-оңай жақшаға басамыз. Яғни 2-ге 8 қосамыз, жақша, одан кейін оны көбейте саламыз 10-ға. Сол кезде 2 қосу 8, 10, 10-ды 10-ға көбейтсек 100 болады. Бұл негіздері енді сәл пысықтау бөлігі басталды. Бізде бөлу дегенді өткенде, мысалы, мұнда қарасақ, 2 бөлгенде, мысалы, көрсетіп отыр 2,0 деп қалдықтармен, яғни қалдығы бар, жоқ, бәрін көрсетеді. Бірақ бізге ондай қалдықсыз, мысалы 5-ті бөлейік 2-ге, бізге айтады 2,5 дейді. Бірақ бізге 2,5 емес, дөңгелектенген құр бүтін цифра ғана керек болатын болса, біз бөлу таңбасын 2 рет жазамыз. Бөлу 5, бөлу 2 десек, сол кезде 2,5 емес 2. Оны дөңгелектеп, округлять ету деп айтады ғой, орысша. Енді тағы біздің бір қызық таңбамыз бар. Бұл тек қана таңба, бұл процентті білдірмейді, процент таңбасы. 5, осы процент 2 десек, бұл бізге 1-ді береді. Не үшін? Бұл, яғни құр қалдықты ғана көрсетеді. 2 деген 5-тің ішіне қанша рет бар? Және мысалы тексерек, 2 деген қосу 2, қосу 1 болады, бізде. Қосу 1, сол кезде 5. Яғни мына процент таңбасы барады да симай алған цифраны шығарып отырады. Мысалы 5-тің 2-ге қатысы қалдығын ғана көрсетіп отырады. 2 деген 2 рет kesеді, бүтінмен 2 рет kesеді, және бұл қалдығы 1. Немесе мысалы 7, мысалы 7, 3 десек,
7% 3 деген қойсақ, бұның қалдығы 1 болып есептеледі. Тағы сол сияқты 9% 7 десек, 7 толығымен бір рет кездеседі, және оның қалдығы 2 болады. 9 бөлінген 7. Және өздеріңізде эксперимент жасап ойнап көріңіздер әрбір таңбамен, сол кезде толығымен түсінесіздер. Енді келесі бізде тағы қалғаны, мысалы 5 көбейту 5 көбейту 5. Үші көбейтсек, 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 25-ті 5-ке көбейтсек 125 дейді. Бүйтіп жазып отырғанша әр қанша рет көбейту керек екен. Бізде дәреже деген математикадан естеріңізге түссе, мысалы 5-тің 3 дәрежесі деп жазамыз. Ал дәреже деген Python тілінде 2 жұлдызшамен белгіленеді. 5 көбейту 3, 5-тің 3 дәрежесі 125, яғни 5-ті 3 рет өз-өзіне көбейткенде 125. Оны былай да жазуға болады. Мінекей, құтты болсын, екінші сабағымыз. Біргеміз, біргеміз, жалғастырамыз. Осы операцияларды өздеріңіз ары-бері ойнап, тексеріп көріңіздер. Келесі сабақта кездескенше.